30 жасқа келген Дана Кентай өзінің ақбоз атты ханзадасын күтіп жүргенде 60 жастағы ханзада келетінін білмеді. Тіпті ол әлеуметтік желілерге шығып, Дана Кентайды сүйетінін жариялап, өзіне ғашық екенін айтып сөз салды. Дана Кентай, өзің проблема сенікі. Сен маған тұрмысқа шығасың, шықпайсың. Дұрыс па? Мен түсінемін. Мен Дана Кентайға тиісіп жүрмін ғой, 18 жас айырмашылық. Бұл ауыл болғаннан кейін көрмеушілік ғой. Ай, алмайсың ба? Ана кішкентай қойшы. Енді ауылдың әңгімесі, ол өмір өте береді да, мысал үшін. Көңілім Дана Кентай. Дана Кентай, мен саған жалпы мен дұшпан емеспін, бақыт тілеймін. Менікі болмай-ақ қой. Болсаң, мен ойланып көріп. Бәрі байқауға Дана Кентайға мен жалпы мен ғашықпын. Адам тұрмыс көріп бұл. Бұл шалдың қылығы қаншалық дұрыс-бұрыс екенін комментарияға жаза кетіңіздер. Қазақстандағы нағыз проблема осы. Өзінен бірнеше жас еркектерге тию дәл қазіргі әншілер үшін сән болған. Ужас болды ғой. Не деген суық, таңғы сағат 6. Не болды мынау? Кім үшін, не үшін вообще не істеп жүрмін? Ол тұрмысқа шығам. Тұрмысқа шығып, күйеуіме шай құйып отпаймын ба? Не мынау жүріс болмайды да жүріс. Айналада видео түсіріп ән айтып. Дұрыс па? Конечно. Бізде мысалы ешкім жоқ қой жүрсің ба? Өнер деп өлетін болдық қой, бала туайық па? Бала туатын адам міне суық суға. Не болды мынау деп. Құдай, өзіме ұрсып отырмын. Өкінем осы үшін деген бар еді ғой, бір звук. Соны қою керек болды. Көтеру. Ал саған керек болса. Рухыңды көтеру, духыңды көтеру. Сондай сабақ ашайын ба? Духыңды көтер, рухыңды көтер, өзіңді көтер, өзің көтермесе кім көтереді? Ойде. Гороскоп бикештер осындай бола ма? Бәрі мен бикешпін, сентябрьдің 1-і туған күнім. Жұлдыз заман дева. Девалардың бәрі сондай ма екен, әлі мен ғана сондаймын ба? Өзін мақтап жүрмағайын осы уақытқа дейін. Сол маған күш береді, кәдімгідей дух береді. Жылуын мен емдедім, тең-теңіммен тең келдім. Сен келмей тұрып, сен келдім. Сен келіп жүргенде сен келдің. Жылуын мен емдедім, үміт бердің, дем бердің. Үмітін үзген пенделім.